Так, саламатсыздар ма әріптестер? Қал жағдайларыңыз қалай? Мен қазір сіздерге жалпы КТЖ бөлімін ашып отырмын. Жалпы календарный план жоспарларыңыз ол жылдың басынан біздер бекітеміз, қағаз түрінде шығарып бекітеміз, және оны онлайн күнделік кезетке оны біз енгізуіміз қажет. КТЖ-ны біз әр 90 сайын жүйелі не істеп отыруымыз керек, жариялап отыруымыз керек 90-90-мен. Так, ол 90-мен аралық міне бізде көрсетіліп тұр, 90 аралық 1 сентябрьден 30 жаңағыдай қазан аралығы, 30-10 айға дейін. Осы аралықта біз 1-90 сабағын өтеді екенбіз. Осы аралықта 9 сағат болуы мүмкін, 6 сағат болуы мүмкін, 7 сағат болуы мүмкін. Сізге белгіленген кесте бойынша, түсірілген сағат бойынша сіз жоспар туырлайсыз. Мысалы, аптасына 1 сағат деп айтайыншы. Аптасына 1 сағат болатын сабақтар, жалпы 34 апта бар, 34 тақырыпты жоспарлаймыз сабаққа. Енді 34 тақырып, 34 сағатты жоспарлаймыз дағыны 1-90-да, мысалы, жаңағыдай аралық сағат 9 сағат өтілу керек. Біз сол 9 сағат осы 9 мына 30 күнге дейін, яғни 1-90 аяқталған күнге дейін болу керек күндері. Так, мына мысалы күндер, белгіленген күндер сол аралықтан өтіп кетпеу керек. Мысалы, мына жерде көрсетілген, 10 аймен аяқталу керек. Мына 26-сы, 26-сы деген сияқты. Осы аралықта 8 сағат болады. Яғни 8 сағат жоспарлады, 8 сағат тақырыпты жүйеледі, ол жариялану керек. Так, енді осы нәрсені біз қай жақтан көре аламыз? КТЖ-ны кім жариялады, кім жарияламады, ол жаңағыдай 90 аралықты дұрыс есептеп, тақырыптарды жүйелеп, мерекелік күндерді біріктіріп жариялады ма, әлде ол тақырыптар біріктірілмес қалып кетті ма? Соның барлығын біздер қай жерден көре алады екенбіз? Бағдарламаның орындалуынан көре алады екенбіз. Бағдарламаның орындалу сыныптар және пән бойынша мұғалімдерге деп шығады. Пән бойынша шығады, ол пән бойынша әрбір пән мұғаліміне мына жерде өзінің тиесілі, өзінің сағаттары ғана шығады. Ал енді маған толыққанды көрсетіліп тұр мына жерде. Енді мен просто эксперимент түрінде 4-ші барабан сымын ашып отырмын. Енді бұл ашып отырмын, бұл жерде қарап отырсаңыздар, біразы КТЖ-ны жариялаған, біразы олар жарияламаған. КТЖ жарияланбаған былайша айтқанда. Енді жариялау кезі мына КТЖ 100%. Жоспар бойынша сағат 27 сағат жоспарлаған. Жоспар бойынша дегеніміз мынау КТЖ-да жоспар көрсетілген жоспары. Осы жерде 27 сағатты жоспарлаған, ол 28 сағатта сол 90 аралығында өткен, яғни 1-90 аралығында өткен. Яғни 100%, яғни осы 27, жаңағыдай форматив 26, формативті баға 26, бір сабағы жаңағыдай 90-дық жиынтық бағалауға арналғаны көрініп тұр. Мысалы, әдебиетті оқыту деген сияқты. Тура мына сабақтар осылай келеді, жалпы. Так, мына жерде мысалы просто осы эксперимент көрсетейін сіздерге. Логика әлемі құдай берген, мысалы мына жерде 8 сағатты жоспарлапты, ол КТЖ-дан жоспарлағанда жариялаған. Ал енді жариялау әрекеті нәтиже дұрыс жүргізілмеген міне. Ол нәтиже не болып тұр? 0 көрсетіп тұр. Так, сіздерде жариялау кезінде мынандай шашырап түскен. Бұл жариялау нәтижесін дұрыстап жариялауымыз қажет. Так, жариялаудан алып тастаймыз. Жариялау әр 90 жеке жарияласаңыздар дұрыс болар еді. Жеке. Мынанша КТЖ-ны жазып дайындап қойған мысалы бұл кісі. Так, жариялау. Так, жариялау әрекетін барлығыңыз негіз білесіздер деп ойлаймын. Үлестіру дейсіздер. Так, үлестіру кезінде міне 3 кезең тұрады. Кезеңдерді таңдау дейді. Тақырыптарды таңдау және растау дейді. Көріп тұрсыздар ғой. Енді бізде осы жерде толық жыл деп тұрады бастапқысы. Сіздер 1-90 таңдайсыздар. Әрі қарай дейсіздер. Өйткені бізде 90 бөлек кестелер жарияланады. 1-90 міне
Бірінші тоқсан бойынша так 7-сінен 26 аралығына дейінгі 8 тақырып белгілеп алдым. Төменге түсем де әрі қарай деймін. Әрі қарай ол мына тақырыптар тура түсті ма? Мен өтілетін күндермен бәрі сәйкес келіп жатыр ма уақыттар? Сәйкес болса үлестіру деймін. КТЖ кесте бойынша үлестірілді деп көрсетеді. Так, жаңа байқағандарыңыздай мына жерде күндер тұрды да, мыналар шашылып, әр жерден тақырыптар тұрды. Яғни ол КТЖ дұрыс жарияламаған. Ол кісілер қателеседі, толық жылмен жариялап жібереді дағыны, қателеседі. Толық жылда тұрған кезде әрі қарай деген батырман бас жермеңіздер. Осы жерден екінші тоқсанды таңдаңыздар да әрі қарай деңіздер. Сонда мына екінші тақырып таңдау кезеңіне өтесіздер. Толық жылмен тақырыптарды жариялау жасамаңыздар. Ол қателік болып қалады. Тақырыптарыңыздың орындары ауысып кетеді. Осылай әр күнді тексеріп толыққанды жариялауларыңыз қажет. Так, енді үшінші тоқсанын жариялаймыз мына жерде. Тақырыптарды түзету, жариялау жалпы сіздерді уақытқа қарамайды. Бірақ сіздер ол нәрсені түзетем деп ашып қойып, бір күн бойы, 2 күн бойы ол жерін тастап қоюға болмайды. Сіздердің пайыз көрсеткіштеріңіз күнде ескеріліп шығаратын болғандықтан, сіздердің жаңағыдай жұмыстарыңыз нөл болып көрініп қалады. Міне, барлығы толық көрсетілді. Мына жерде күндер уақытынан ауытқыды. Мына жерде күндер дұрыс шықпады. Қазір осы мәселе мына жақтан көрінеді енді. Так, есепті көрсеткішті қайта құрам. Так, логика әлемі. 8 сағат түсті. Көрдіңіздер ма? Ол кісі КТЖ-ны дұрыс жарияламау негізінде. Ал мүлде 0-0 болады мынандай. Ол мүлде КТЖ жазбады немесе жарияламаған деп. Яғни ол кісілер журналды күнделікті өздері қолмен жазып жүр. Былайша айтқанда, календарный қолдарыңызда болмай, журналды өздеріңіз күнделікті тақырыпты өздеріңіз жазып жүргенмен тең деген сөз. Енді қараңыз, 9-да 9 сағат түсті екінші тоқсаны. Так, 9-да 9 сағат түсті. Так, үшінші тоқсанды ашамыз. Так, логика әлемі. Енді қараңыздар. Мына жерде мынандай проблема болды. Мен жаңа айттым сіздерге, соңғы күндер ауытқу басталды дедім. Жоспарлап қойды бұл кісі 9 сағат. Жоспарлады 9 сағат. Тақырып жоспарлап қойды 3-ші тоқсанға. Так, логика әлемі. 9 сағатты жоспарлап қойды, ал ол негізі 3-ші тоқсанда өту керек, ол кісілер 8 сағат. Енді ол кісі басында жоспарлаған кезде нені есептеген ғой енді. Кеше 13-нен басталу керек, 11-нен басталу керек оқу аралығын есептеген. Сонымен бір апта бұл кісілерді кем болып тұр. Енді не істейді? Бұл кісі жаңағыдай сол бір аптаны келесі 4-ші тоқсанға қалдыру керек еді. Яғни мына жердегі көрсетілген бір күнді келесі 4-ші тоқсанға өткізу керек. Сонда бізде жүйелі жұмыс дұрыс орындалады екен. Мына КТЖ күнін қайта дұрыстап шығады. Сәйкес. Мына жоспарланған күндер, мына күн нақты күндермен сәйкес келу керек. Мына жердегі нақты күн, ол күнделікке кестенің түскен күндері. Осы нақты күн. Сіздер осы берілген күнмен мына күнді жоспарлауларыңыз керек. Мына күнге қарап отырып, мынаны жоспарлайсыздар. Жоспарлы күнді сіздер түзесіздер. Нақты күн мектеп әкімшілігі кестені сізге осы күндер кесте сабақтарыңыз болады деп нақты жариялайды. Сіздер осы күнге қарап мына күнді жоспарлайсыздар. Жоспарлы КТЖ толыққанды барлықтарыңызда жариялану керек және күндері бірдей болу керек. Мына пайыздық көрсеткіштері мынау болмайды. Мына көрдіңіз бе? Сіз 9 сағат жоспарлағансыз, ол негіз 8 сағат берілген, ол сізде мына жерде 88% көрсетеді. Яғни 100% орын алмай тұр деген сөз. Неге? Өйткені 1 сағат артық жоспарлап тұрсыз. Сондықтан 1 сағат артық жоспарланғандықтан мына жерде берілетін күнмен теңеспей тұр. Сондықтан 100% орын алмайды. Күндерге назар аударып, баса назар аударыңыздар. Сіздер әр бөлім бойынша тақырыптарды енгізесіздер. Бөлім бойынша енгізген кезде де көбісі қателесіп жатады. Бірінші бөлімге, мысалы, мына жерде 28.09 болу керек. Мысалы, осы жерде. Просто пример жасап жатырмын, эксперимент.
28 9 ай болу керек. Мына жерге 28 2 ай деп қою мүмкін. Ол сонда жаңағыдай 1-тоқсанда сағат саны, тақырып санының кем болуына әкеледі тағына. Ана 3-тоқсанның тақырып санының артуына әкеледі. Яғни пайыз баланс ойнамай қалады. Сондықтан әрбір күн, әрбір 90 өз 90-ында болу керек тағына 90-нан өтпеу керек күн. Жалпы осы әрекеттерді 100% орындасаңыздар, жалпы КТЖ-ны 100% жариялауларыңыз керек. Мына бағдарламаның орындалуынан көре аласыздар. Сіздердің КТЖ-ны жүйелі дұрыс жариялағандарыңыз, немесе жүйесіз тақырыптарыңыз не ары бері өткені не мерекелік күндеріңізді дұрыс қоспағандарыңыз осы жерден көрінеді. Қанша сабақта ауызша жүргізілді, 90-лық жиынтық бағалау қойылды ма, формативті жүргізілді ма, бәрі осы жерден айдай анық болып көрініп тұрады. Ертең бізде осы тексеру онлайн форматта болғандықтан осы нәрселерді ертерек түзетсеңіздер дұрыс болар еді.